Сәлем достар, бүгін хрустинка, яғни жареный бутерброд жасаймыз. Ол үшін заводской желательно нанды аламыз да, домалақ қылып ішінде кесіп аламыз бірнеше штук. Одан кейін бір бөлшегін алып, соған кетчуп жағып, сыр теркадан өткізіп, оливка қойға болады үстінен. Одан кейін плавленый сырды қойып үстінен екінші бір бөлік нанды қоямыз. Ақырын шеттерін бір-біріне жаптырып, жұмыртқаға айналдырамыз екі жағында. Одан кейін панировочный смесь деген бар, соған айналдырамыз. Крылышкаларға арналған панировочный смесь, соған айналдырып аламыз да, қызып тұрған майға қуырамыз. Осындай өте дәмді хрустящий хрустинкалар шығады. Өздеріңіз жеп көріңіздер, жасап жеп көріңіздер. Өте дәмді, тез дайындалады. Маған тіркелуге ұмытпаңыздар.